маған бір ой келді. Сол оймен сіздермен бөлісіп қояйыншы. Жалпыда өмірде шошаңдақ, жыбырлақ қыздар болады да, және момын қыздар болады. Өмірде солай ғой. Қыздардың өмірін қарайтын болсақ, жас кезінде жыбырлақ, шошаңдақ қыздар керемет жігіт тауып алады да, соған күйеуге шығып, балалы болып, жағдайы жақсы болып кетеді. Ал енді момын қыздар жүреді, өзінің принципін күтіп жүреді да. Таки, я күйеуге шықпай қалады, или шыққан күйеуі міндетті түрде жақсы болмай шығады да. Сонымен ажырасып, қиын болып кетеді жағдай. Енді бәрі ондай емес әрине, бірақ арасында болады. Бірақ көп жағдайда момын қыздардың тағдыры қиындау болады деп есептеймін да. Өйткені шынымен солай болып тұр да өмірде. Оның бәрін неге айтып жатыр дейміз? Негізі ипотекада да солай екен қарап алсақ. Яғни сіз жыбырлақ, шошаңдақ болсаңыз ипотека жайында, яғни әр банкке барып ақпарат алып, әр брокерлерден бар ақпарат алып, шыбырлап, жақтан информация, ақпараттың бәрін жинап жүрсеңіз, әйтеуір өзіңізге жақын бір бағдарламаны тауып алып, сонымен әрекет жасап кетесіз. Ал енді момындар болады, әрекет жасайын десе ойланады, толғанады, анау бола ма, болмай ма, бір жерге барып кеңес алып алады, 2 сағат ойланады, 3 сағат ойланады, бір күн ойнады, 2 күн ойнады, сосын ол әлі тиімді емес екен деп жүре береді. Яғни ыңғайлы уақыт күтіп жүре берген кезде ипотеканың барлығы басталып, аяқталып кетіп, немесе үй қымбаттап кетіп, ары қарай жылдан жылға қымбаттай береді, жағдай қиналай береді. Сондықтан достар, ипотекада мен айтатын, ипотекада жыбырлақ болып, алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Әркімнің консультация, кеңес алудан шаршамаңыздар. Скоро міне мына оңай бағдарламасы басталады, қыздар. Сондықтан оңай бағдарламасына дайындаламын десеңіздер, толыққанды ақпаратты білемін десеңіздер, комментарийға оңай деген сөзді жазыңыздар. Сосын біздің менеджерлер сізге хабарласып, толыққанды ақпараттармен бөлісіп, кеңес беретін болады. Жалпы кеңеске келу үшін Астана қаласы, Балқантау 92-64 офиске келіңіздер. Біздің менеджерлерде кеңес тегін. Менде, лично менде ақылы болады.